Алла субхана ва тағала не дегенде, міне сендер сол ислам шариғатына толық кіріңдер, толық қабылдаңдар. Бұйырған бұйрықтарды ма, ләббәйк Аллахумма деп орындаңдар. Аллах мынаны харам қылды, қайтарды, тыйыл, жеме, ішпе, бұны істеме деді ма, ләббәйя Алла. Бастысы, мен ертең сенің алдыңа барған кезінде жүзім жарық болса болды деп оны лезде оны не істейді ол? Тәрк ете алады. Әне солар момын мұсылмандар. Уабашширил лазина аману ва амилус солихат деп соларға айтылған. Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, Аллаға иман келтіріп, салих амал жасаған пенделерге жәннатин тәжримин тахтихал анхар, астарынан өзендер ағып тұратын жәннаттермен сүйіншілі дейтін адамдар, міне осылар. Қайсы адамдар? Алла, ей момын мұсылмандар, мынау сендерге харам қылынды. Болды я Алла, тәрк ет. Ей момын мұсылман, тұр намаз оқы. Ләббәйя Алла, Аллаху акбар, намаз оқы. Ей момын мұсылман, айды көрдің ба, ораза ұстап баса. Ләббәйя Алла, ай көрінді, ертең ораза. Ей момын мұсылман, мал дүниеңнен зекетін бер. Ләббәйя Алла, міне зекетім қанша? 40-тан 1 ма? Бердім. Ей момын мұсылман, бір-біріңе жақсылық қыр. Ләббәйя Алла, әне кетеді. Харам қылған нәрселерін қалай қайтады? Мынау саған харам қылынды, арақ харам қылынды. Болды я Алла, тәрк еттім. Зына харам қылынды. Я Алла, бол, тәрк еттім. Зынаға алып баратын нәрсенің бәрі харам қылынды. Болды я Алла, тәрк еттім. Сомен болады. Өтірік айтпа. Болды я Алла, бұдан кейін өтірік айтпайым. Ғайбаттама бір-бірлен. Болды я Алла, енді ғайбаттамайым. Біреудің ғайбын ашпа. Болды я Алла. Міне сол момын мұсылман. Момын деліп алып, кәлимасын айтып алып, харам нәрсенің бәрін ойланбастан істей берген, Алланың бұйрығын орындамай жүре берген адам, ол өзінше момын мұсылман. Біздің алдымызда ол момын мұсылман, бірақ Алланың алдында емес. Осындай сөздерді айтсаң, кейде адамдар айтады: "Не, сен Құдайдың алдындағын білетін кімсің? Құдай біледі оны" дейді. Сол білген Құдай Құранда бізге осыны баяндап қойған жоқ па? Адамдарға бір Алланың үкімі жайында, шариғат жайында айтсаң, адамдар не айтады? Құдай біледі, сен қақтан білетін оны дейді. Сол білген Құдай Құранда бізге айтты ма, айтпады ма осы нәрселерді? Айтты. Құранда Алла субхана ва тағала аяттармен сол нәрсені ескертті ма? Міне момындар былай болады, былай болады. Ал енді сен сол Құрандағы Алла, бәрін білетін Алланың момынына ұқсамаясың, онда мен не деймін, кім сені? Субханаллах. Сосын Алла жалғастырып айтады: "Уала таттабиу хутуати шайтан". Ей момын мұсылмандар. Бұл да әр бағана момын мұсылман қарап сөйлеп отыр. "Уала таттабиу хутуати шайтан". Сендер шайтанның жолдарына ілеспеңдер. Шайтанның жолдары деген не ол? Шайтанның жолы деген Алланың разылығынан ұзақтататын, Алланың қаһарына алып баратын әрбір жол. Мейлі ол қандай іс болса, ондай іс болсын. Ол мейлі сөз болама, ол мейлі іс болама, ол мейлі амал болама, ол мейлі жұмыс бол. Кез келген нәрсе, қашан сол нәрсені істеген кезіңізде Алла разы емес болатын болса, ол шайтанның жолы. Не болмаса кез келген нәрсені істемей қоюыңыз, бір нәрсені істемей қоюыңыз Алланың азабынан душар қылатын болса, ол шайтанның жолы. Уала таттабиу хутуати шайтан, шайтанның жолына ілеспеңдер дейді. Неге? Өйткені шайтан сендерге не? Иннаху лакум адуум мубин. Өйткені ол сендерге ашық дұшпан дейді. Біздің дұшпанымыз болған Иблис алейхи-лаъна, және Иблис алейхи-лаънаға ілескен жындардың тобының ішіндегі шайтандар деген қауымы, және сол Иблис алейхи-лаънаға ілескен, және сол шайтандарға ілескен адамдардың ішіндегі Алланың жолынан тосатын адамның шайтандары, Алла субхана ва тағала бұлардың жолына ілеспеңдер дейді. Біз қақтан білеміз оны? Адамдардың ішіндегі адамдардың шайтанымыз қайдан білеміз? Қашан ол адам сізді Аллахтан қайтарып жатыр ма? Қашан ол адам сізді Алланың рахметінен қайтарып жатыр ма? Қашан ол адам сізді Алланың харам жұмысына шақырып жатыр ма? Мейлі ол кім болса, ол болсын, ол шайтанның жолына шақырып жатқан біреу. Момын мұсылман осы нәрселерге дұрыстап мән беру керек. Аллах айтады: "Фаин залалтум мин баъди ма жа'аткумул баййинату фа'ламу анналлаха азизун хаким". Фаин залалтум мин баъди ма жа'аткумул баййинат, сендерге ашық баяндарымыз, ашық дәлелдеріміз, Құранымыз, хадисіміз, өмірлеріңе хақты білдіретін, батылды білдіретін, дұрыс жолды, бұрыс жолдың бәрін үйреткенімізден кейін енді осы жолымыздан таятын болсаңдар, ескерткенімізден кейін ескертуімізге құлақ аспайтын болсаңдар, пайғамбарымыздан кейін пайғамбарға қарсы шығатын болсаңдар, онда ұмытпаңдар, ұмытпаңдар, біліңдер, анналлаха азизун, ол Алла субхана ва тағала ұлы, азиз,
Ва хакимун, және ол дана. Құранда азизун хакимун деген аят бір-бірімен өте көп келеді. Азизун хаким, азизун хаким. Азиз деген ұлы дегенді білдіреді. Ол деген сөз не? Алла субхану ва тағалаға қарсы шыққан, Алланың бұйрықтарын орындамаған, Аллах тағалаға, Алланың дініне тосқындық қылып, Алланың дінінің дамуына рұқсат бермей жатқан адамдардың алдында Алла ұлы. Аллах оларға толығымен не қыла алады? Күші жетеді. Алла әлсіз деп ойлап қалмаңыздар. Алла субхану ва өмірде мұсылмандарды біреулер жаншып атыр, ұрып атыр, соғып атыр, үйтіп атыр. Құдайдың ұлылығы қайда? Құдай бар болса, ұлы болса, күшті болса, құтқармай ма деп ойлап қалмаңыздар. Өйткені Алла субхану ва тағаланың есебі бұл өмірде болып қоя қоймайды. Нағыз есеп о яумаддин деп болады. Алхамдулиллахи роббил аламин, ар-рахман рахим, малики яумиддин. Жаза күнінің, есеп күнінің иесі ертең осы өмірдегі болған бүткіл тірліктің бәрінің Алла субхану ва тағаланың алдында оның несі жазылады? Оның есеп кітабы жазылады.